Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, мен сіздермен белгілі бір лексикалық тақырып негізінде таңдап алынған оқу мақсаттарының қалай жүзеге асатындығы туралы өз тәжірибеммен бөліскім келеді. Білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу мақсаттары қалай жүзеге асады? Көріп отырғандай, ғарышты игеру жетістіктері тақырыбындағы бөлімді толық қамту мақсатында оқушылардың жас ерекшелігіне сай Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан жолы еңбегінің 8-ші тарауы бойынша жер кіндігі әңгімесі таңдалды. Ұзақ мерзімді жоспарға сай бағдарламаның оқылым 5 мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу. Әдебиет тіл нормалары, грамматикалық норма, оның үстінде әдебиет тіл нормалары 4-3, яғни сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер мен айқындауыш мүшелерді қолдана білу оқу мақсаттары алынды. Оқылым алды тапсырма. Бұл қалай жүзеге асады? Сынып қабырғаларында бағдарламаның лексикалық тақырыбына сай, ғарышты игеру жетістіктеріне қатысты басты оқиғаларды сипаттайтын, мысалы, Байқоңыр ғарыш айлағы, ғарышкерлер, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, қазақ ғарышкерлер ортасында, экватор, тағы басқа суреттер ілінеді. Оқушылар суреттер галереясы әдісі арқылы суреттерді кезегімен көріп аралайды. Өзіне жақын тұрған оқушымен көрген суреттері туралы ой бөлісіп, болжам жасайды, яғни бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтайды. Осылай жұптық жұмыс жүргізіледі. Әдебиет тіл нормалары 4, грамматикалық норма, оның үстінде әдебиет тіл нормалары 4-3 бөлімі. Осы оқу мақсаты қалай жүзеге асады? Сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер мен айқындауыш мүшелерді қолдана білу. Бұл мақсатты қалай жүзеге асырамыз? Оқушылардың оқылым дағдысын қамту барысында грамматикалық сауаттылығын қатар алып жүрген тиімді. Осы сабақта әдебиет тіл нормалары 4, яғни грамматикалық норма, сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер мен айқындауыш мүшелерді қолдана білу оқу мақсатын жүзеге асыруда тек айқындауыш мүше туралы оқушылардың білімін кеңейтуге болады. Ал бірыңғай мүшелерді басқа сабақтарда қарастырған жөн. Көріп отырғандай оқушылар кестедегі мысалдар арқылы грамматикалық норманың оқу мақсатын жүзеге асырады. Оқылым тапсырмасы. Бұл топтық жұмыс ретінде жүреді. Сынып оқушылары 3 ауылға, мысалы Абай, Ыбырай, Шоқан ауылына бөлінеді. 3 ауылдың мүшелері асық арқылы тағы да іштей 1-ші, 2-ші, 3-ші топтарға бөлінеді. Жіксу әдісімен әңгіме оқылады. 1-ші топ мәтіннің басын, 2-ші топ мәтіннің ортасын, 3-ші топ мәтіннің аяғын оқып, мазмұнымен танысады. Мұнан соң топ мүшелері өз ауылдарына барып, оқыған мәтіннің бас аяғын қосып, жинақтап, тұтастай мазмұнын игереді. Келесі кезекте әр топқа төмендегідей жеке тапсырма беріледі. Топтық жұмыс орындалады. Бұл жерде мұғалімнің нұсқаулығы аса қажет. 1-ші топ, мысалға мәтіннен бірыңғай мүшеге қатысты сөйлемді анықтайды және талдайды. 2-ші тапсырмалары мәтін бойынша сұрақ дайындайды. Мысалы, автор неліктен осы әңгімені жер кіндігі деп атады, тағы басқалары. 2-ші топ мәтіннен айқындауыш мүшеге қатысты сөйлемдерді анықтап, талдау жүргізеді. Және мәтін бойынша сұрақ дайындайды. Бұл 2-ші тапсырмалары. Мысалы, Сергей Королев бастаған ғалымдар неліктен Байқоңыр ғарыш айлағын тиімді деп санайды? Себептерін рет-ретімен айту қажет. 3-ші топтың тапсырмалары, оларда да 2 тапсырма. 1-ші тапсырма автордың тілді қолданысына зерттеу жүргізу. 2-ші мәтін бойынша сұрақ дайындау. Мысалы, алғашқы ғарышкері жұлдызға жол салған сәтте президент қандай көңіл күйде болды? Көріп отырғандай осы тапсырмалар арқылы оқушылар оқу мақсаттарын толық алып шығады. Енді топтық бағалау қалай жүзеге асады? Оқу мақсаттарын оқушылар қалай игергендігін, оқушылардың қандай нәтижеге қол жеткізгенін, тапсырмаларды қаншалық дұрыс орындағанын топтық бағалау арқылы ғана көреміз. Бұл жерде формативті бағалау, яғни оқыту үшін бағалау негізінде 1-ші топ 2-ші топты, 2-ші топ 3-шіні, 3-ші топ 1-ші топты алдын ала берілген критерийлер негізінде бағалайды. Әр топтың бағалау критерийлері бар. Мысалға 1-ші топ мәтіннен бірыңғай мүшеге қатысты сөйлемді анықтау, талдау 4 ұпай беріледі, ал 2-шісі ол тіл мәдениетіне 3 ұпай беріледі. Барлығы 7 ұпай алу керек, жоғарғы ұпай. 2-ші топ мәтіннен айқындауыш мүшеге қатысты сөйлемді анықтап, талдаса жоғарысы 4 ұпай, ал 2-ші тіл мәдениет жоғарысы 3 ұпай. 3-ші топ автордың тілді қолданысына зерттеу жүргізу 4 ұпай, тіл мәдениеті 3 ұпай. Бүгінгі сабақтың бағалау өлшемдері арқылы оқушылар топтық тапсырмаларының орындалуына қарай
оң пікір береді немесе алдағы уақытта жақсару үшін ұсыныстар айтады. Ең бастысы, мұғалімге өз сабағында неғұрлым көбірек оқытудың үйлестірушінің рөлін атқарса, соғұрлым сабақ мақсатқа сай сәтті де сапалы, ал оқушылар үшін қызықты әрі пайдалы өтеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.